Сәлеметсіздер ме? Сіздер мен Мұхтар Әуезов атындағы педагогика колледжінің қоғамдық пәндер оқытушысы Жұмагүлова Әсем Әлибековна. Пән Қазақстан тарихы. Суретте не көріп тұрсыздар? Кіші жүздің ханы Әбілқайыр хан, Ресей императрицасы Анна Иоанновна жіберген өкілтеп келіп, хат және 18 ғасырдағы қазақ хандығының ішкі саяси жағдайы. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кіші жүздің Ресей империясына қосылуы. Жоспар бойынша Әбілқайыр ханның мақсаттарын, патша үкіметінің мақсатын, 18 ғасырдағы алғашқы жартысындағы саяси жағдайды талқылаймыз. 18 ғасырдағы қазақ хандығының саяси жағдайын талқылау үшін Ақан Сатаевтың «Жау жүрек мың бала» фильмінен үзінді көрейік. Тығырықтан шығатын жол қайсы, ел ағалары? Әлде сол құлдық қамыты осы кигеніміз киген бе? Босқа қырылғанша қалденмен бітімге келу керек. Қайда құлдық қамыты? Қылыша мойным талша деп, иілген басты қылыш кесе қоймас. Жұртымыз аз болғанмен жеріміз көп. Ығысып ойратқа да орын берейік. Ей, мынау не дейді? Ежелгі дұшпан ел болмас, етегін кесіп жең болмас. Бүгін туған топырағыңды сатсаң, ертең қойныңдағы қатын бала шағаңды сауға саласың ба? Басын бәйгеге тігіп, суырылып шығар кімің бар? Жоқ па кім? Кім? Оны да ойлаңдар. Ертең осы күнімізге зар боп қалмайық. Қазақтың туын жыққан жоңғар емес. Мына сендерсіңдер. Жамағат, Атуаға келейік. ту көтерерің жоқ деп түңілме. Тек ұлы мұрат жолында бір жұдырық боп жұмылсақ. Тек сонда ғана азаттықтың ақ таңы жамырап алдыңнан атар. Ағалмасымай сенен күткенім осы еді. Бүгіннен бастап қазақ қолының бас сардары Әбілқайыр Мұхаммед Қазы Баһадур болсын. Әбілқайырды қолдаймыз. Оң қолы Қанжығалы Бөгенбай болсын. Ал би, бата беріңіз. Яғни түсінген болатын шығарсыздар. Бұл фильмде 18 ғасырда кіші жүз ақсүйектері мен сұлтандары кіші жүзді Ресей империясына қосу жөніндегі мәселелерді талқылаған. Бірі бұл мәселені кіші жүздің Ресейге қосылуын құптамаса, бірі тығырықтан шығатын жолды көрсетіп, Әбілқайыр ханға мойынсұнған екен. 1693-1748 жылдары өмір сүрген Әбілқайыр хан кіші жүзді Ресей империясына қосуда мынадай мақсаттарды көздеді. Қалмақтар мен башқұрттардың қазақ жерін шабуылдауын тоқтату, қазақ жері арқылы өтетін керуен жолдарының қауіпсіздігін қалпына келтіру, Петербург билеушілеріне арқа сүйеп, Аға хандықта таласта қарсыластарын жеңу. Ал басты мақсаты жоңғарларға қарсы күресте Ресеймен байланыс орнату. Осы мақсатты орындау үшін 1730 жылы қыркүйекте кіші жүзден Әбілқайыр жіберген Сейітқұл Қойдағұл мен Құтлымбет Қоштайұлы Петербургке аттанды. Кіші жүз ханы Әбілқайыр жіберген елшіліктің хатында былай делінген: Мен Әбілқайыр хан
өзіме қарайтын кіші жүз бен орта жүз бәріміз сізге құрмет көрсетеміз. Сіздің тарапыңыздан қамқоршылықты сұраймыз, делінген. Хаттың ресми аудармаға арқа сүйеген 1960 жылындағы орыс мәтінінде ұсынылған. Бұл хаттан түсінетініміз, хатта ханның ешкімге мойынсұнбайтындығы, сонымен қатар билеушіні, яғни орыс патшайымын аса құрметтеп жазылғандығы көрсетіледі. 1731 жылы 19 ақпанда кіші жүзді империя құрамына қабылдау туралы хан ұсынысын императрица Анна Иоанновна қабылдады. Кіші жүз ақсүйектері мен Әбілқайырдан ант қабылдау үшін Ресейден сыртқы істер коллегиясының тілмәші, дипломат Тевкелев бастаған елшілік жіберілді. 1731 жылы 10 қазанда Әбілқайыр мен кіші жүздің 29 старшыны Ресейдің қол астына кіруге ант берді. Орыс өкіметі қазақ өлкесі жөнінде отаршылдық саясат ұстанып, 1714-1720 жылдары Ертіс өзенінің жоғары ағысында бекіністер тұрғызған. Олар Жәміш, Омбы, Колбасинск, Железинск, Семей, Коряков, Өскемен. Патша үкіметінің мақсаты қазақ жоңғар соғысын пайдаланып, бекіністер салу арқылы қазақ өлкесін біртіндеп жаулап алу. 1734 жылы мамырда Сенат хатшысы Кириллов басқарған экспедиция жабдықталды. 1735 жылы Ор өзені бойында Ор бекінісі салынып, 1743 жылы бұл қоныс Орынбор деп аталған. Экспедиция не үшін жабдықталды? Ол Орта Азия хандықтарымен керуен саудасын кеңейту, қазақ өлкесінде табиғат байлықтарын игеру, Сырдария бойында қала тұрғызып, өзен флотилиясын құру еді. Мың 1748 жыл Ор бекінісі маңында Әбілқайыр мен Ресей дипломаттары кездесіп, екі арадағы салқындықты жойғандай болды. Барақ сұлтан Әбілқайыр ханды өлтірді. Кіші жүз ханы Әбілқайырдың беделі өсіп, орта жүздің Арғын, Керей, Уақ, Қыпшақ рулары оны аға хан ретінде мойындады. Орта жүз ханы Әбілмәмбет Түркістанға билік жүргізді. Бірақ дегенмен де 1748 жылы Ор бекінісі маңында Әбілқайыр мен Ресей дипломаттары кездесіп, екі арадағы салқындықты жойғандай болды. Барақ сұлтан Әбілқайырды өлтірді. Кіші жүздің ханы Әбілқайырдың Ресей қарамағына иек артуының себебін Рычков өте ақылды кіші жүздің ханы Әбілқайыр сол кездегі тығырықтан шығар жол Ресеймен бірге болу екенін білді деп көрсетті. Тапсырманы түсінсек, тақырыпты түсінсек, келесі тапсырманы орындаймыз. Сілтеме арқылы Learning-Apps платформасына өтеміз. Мұнда сәйкестендіру тесті жасалынған. Әбілқайыр хан, Анна Иоанновна кіші жүзден Ресейге қосылуға ант берді. Тевкелев 1731 жыл 10 қазан ант берілген күн, және кіші жүзден аттанған елшілер Сейітқұл Қойдағұл мен Құтылымбет Қоштайұлы. Өзімізді тексереміз. Жарайсың. Енді келесі тапсырманы орындаймыз. Сұрақ жауап. 1730 жылы жазда кіші жүз елшілігінің қабылдаған Ресей императрицасы Анна Иоанновна 1731 жылы 19 ақпанда Ресей императрицасы қол қойған құжат, грамота, Тевкелев елшілігі хан ордасына неге келді? Кіші жүз билеушілеріне Ресей бодандығын қабылдағаны туралы ант алу үшін. Кіші жүздің 29 старшыны антқа қашан қол қойды? 1731 жылы 10 қазанда. Әбілқайыр балалары аманат ретінде қайда аттандырылды? Петерборға. Келесі тапсырма. Патша үкіметінің қазақ жеріне отарлау саясатының басталуының себептерін көрсету. Екінші тапсырма. Патша үкіметінің кіші жүзді экономикалық отарлауынан екі дәлел келтіріңіз. Және саяси отарлауынан екі дәлел келтіру.
Үшінші тапсырма, нақты сол уақытта белгілі бір уақыт аралығынан кейінгі оқиғаның маңыздылығы. Әбілқайыр хан қабылдаған шешім қаншалықты орынды немесе маңызды болды? Қоғам жағынан, саясат жағынан, экономика жағынан жазып көрсетіңіз. Назарларыңызға рахмет.